Сәлеметсіздер ма? Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге екі санның проценттік қатынасын табуға есептер шығаратын боламыз. Қазір оқулығымыздағы номері 50-ші есептен бастайық. Қызанақтың жерге себілген 150 тұқымының 120-сы өнді дейді. Яғни жерге себілген тұқым бізде жерге себілген 150, өнгені 120. Есеп тұқымның өнімділігін сұрап отыр. Енді бұл жерде бізге балдар, кәдімгі жерге біз тұқым себеміз ғой, сол себілген тұқымның бәрі шыға бермейді. Оның көп мөлшері шығады. Мысалы, 200 дән жерге сепсең, 190 шығуы мүмкін, 180 шығуы мүмкін. Біздің есебімізде жерге себілген 150 тұқымның өнгені 120-сы өнген. Енді есеп сұрайды тұқым өнімділігі. Ал тұқымның өнімділігі деген не ол өзі? Тұқымның өнімділігі деп жаңа жерге сепкен тұқымнан өніп шыққан өнім бар ғой. Сол өнім өсіп шыққаны бастапқы себілгеннің неше проценті? Соны тұқымның өнімділігі деп атайды. Біздің оқулығымызда балдар тұқым өнімділігі деп толық жазған, мен қысқаша ТО деп қоямын. Бұл тұқым өнімділігі деген сөз тең тұқымның өнімділігінің формуласы өнген тұқым. Бізде өнген тұқым 120 ғой. Сол өнген тұқымды ОТ деп қоямыз. Өнген тұқымды, мынау тұқымның өнімділігі, мынау өнген тұқымды бөлеміз жерге себілген тұқымға және көбейтеміз 100%-ға. Кітаптағы сөзбен жазғанды балдар мен қысқаша әріптермен былай жазым. Тұқымның өнімділігі өнген тұқым жерге себілген тұқымға бөлеміз 100%-ға көбейтеміз. Міне осы формула, не қазақша бір формула жасап шығардық. Осы бүгінгі есебімізді шығаруға бізге көмектесетін формула. Енді осы есепті шығарайық. Тұқымның өнімділігі тең бөлшек алымында 120, бұл бізде өнген тұқым ғой. Ал жерге себілген тұқым 150. Көбейтеміз 100%-ға. Тең 120 мен 150-ді қысқарып жіберейік, 30-ға қысқарады ғой. 120-ны 30-ға бөлсек 4-тен, 150 30-ға 5-тен. Енді мына 5 пен 100 тағы қысқарады. 5-ге 1, 100-ге 20-дан 4 пен 20-ны көбейтеміз 80. Демек, мына жерге себілген тұқымның 80% өніп шыққан екен. Яғни тұқым өнімділігі 80%. Бізде жауап, есептің жауабы тұқымның өнімділігі 80% екен. Ал келесі есебімізді қарастырайық. Енді келесі есеп балдар концентрацияға байланысты неше есеп қарастыратын боламыз. Номері 51-ші есеп. 200 грамм тұзды су ерітіндісінің, яғни тұзды су, яғни ішіне тұз салғаннан кейін ол тұзды су болады ғой, дәмі ащы болады. Тұзды су бізде 200 грамм. Сол 200 грамм тұзды судың ішіне тұз 56 грамм дейді. Тұз 56 грамм. Есеп тұзды судың концентрациясындағы тұз қанша деп тұр, тұздың концентрациясын сұрап тұр. Концентрация сұрап тұр. Енді концентрация дегеніміз не? Жаңағы мына есеп сияқты концентрация дегенімізде осы. Мысалы, су тұр, судың ішіне барып ұстап тұз салдық. Тұз салғаннан кейін араластырамыз, сол кезде судың дәмі ащы болады, тұзды су болады. Сондағы салынған тұздың неше процентін табатын болсақ, сол концентрация деп аталады. Ал концентрацияның формуласын жазу үшін концентрацияны жаңағыдай біздің оқулығымызда сөзбен жазған концентрация дейді. Оны бөлшек саламызда, сол концентрациядағы еритін зат бар ғой, тұз ғой ол, еритін зат. Бұны еритін зат деп қояйық, ЕЗ деп қояйын. Ал тұзды суды, бұл ерітінді, уже тұзды араластырғаннан кейін шыққан ерітінді, оны Е деп қояйық. Осы ерітінді заттың ерітіндіге қатынасын және көбейтеміз 100%-ға, сонда бізде концентрация табудың формуласы шығады. Осы формулаға салып, бұна есепті есептеп шығарайық. Концентрация тең. Еритін затымыз біздің 56 грамм ғой. Тұзымыз 56 грамм, ал ерітінді бізде 200. Және көбейтеміз 100%-ға. 100 бен 200 қысқарып кетеді. 2, бірден. Енді 56-ны 2-ге бөлсек 28%. Демек, біздің жауабымыз мына есептің концентрациясы, тұзды судағы тұздың концентрациясы 28% екен. Келесі есеп, енді сәл күрделірек есеп қарастырайық. 61-ші есеп.
Концентрациясы 30%. Яғни бізде уже концентрация беріліп қойылған. Концентрация тең 30%. Массасы 200 грамм қантты су. Яғни қантты су 200 грамм екен. 200 грамм. Енді дейді, осы ерітіндіге 100 грамм таза су қосады. Таза су 100 грамм таза су қосады. Осы соңғы шыққан ерітіндідегі қанттың концентрациясы қанша дейді. Яғни қант концентрациясы қанша, соны сұрап отыр. Ал есепті қалай шығарамыз? Бірінші, мынау біздің суға қант салғаннан кейін, ол судың дәмі тәтті болады. Содан кейін барады, сол ерітіндінің үстіне таза су құяды. Таза суды құяды. Сол кезде қалай ойлайсыңдар? Ерітіндінің, жаңа шыққан ерітіндінің дәмін көрсең, алдыңғыға қарағанда тәттілігі азаяды. Өйткені таза су көп болып тұр. Қанттың деңгейі сол күйінде қалып тұр. Енді бұл есепті шығару үшін, балалар, алдыменен мына 200 грамм ерітіндінің ішіндегі концентрациясы 30% деп беріліп отыр ғой қанттың. Сол қант неше грамм? Әуелі соны тауып аламыз. Оны табу үшін 5-ші сыныпта өттік, санның процентін табу деген, яғни біз қазір табуымыз керек 200-дің 30%-ін тауып аламыз. Сонда біз қант неше грамм екендігі шығады. Ал есепті шығарайық. 200-дің 30%-ін табу үшін алдыменен 30%-ті бөлшекпен жазамыз. Ол үшін 30-ды 100-ге бөлеміз, яғни процентті бөлшекке айналдыру тақырыбындағы. Осы бөліндіні 200-ге көбейтеміз. Енді қысқартайық. 1, 2, 30-ды 2-ге көбейтсек 60. Мына шыққан 60 грамм балдар, мына 200 граммның ішіндегі қанттың мөлшерін көрсетіп тұр. 200 граммның 60 граммы қант екен. Енді біз жаңадан ерітінді аламыз. Осы 200 граммға апарып таза су қосамыз. Мінекей, 200 граммға қосамыз 100 граммды. Енді қараймыз. Мына 100 бізде таза су балдар. Мына жерге таза су деп қояйық. Бұл таза су. Мынау ерітінді. Ерітінді. Бұның ішінде қанты мен суымен араласқан. Енді шығады бізде 300 грамм. 300 граммдық ерітінді шығады. Енді біздің мақсатымыз осы 300 граммның ішіндегі қанттың концентрациясын табу. Қанттың деңгейі өзгерген жоқ. Өзінің 60 грамммен қалды. Енді мына формулаға саламыз. Яғни есептің шарты уже былай болып басталады. 300 грамм ерітіндінің ішіндегі 60 грамм қанттың концентрациясы қанша деген. Ал осыны табайық. Концентрация тең бөлшек. Біздің жалпы ерітіндіміз 300. Ал қант бұндағы 60. Көбейтеміз 100 пайызға. Есептейік. 300 бен 100-ді қысқартып жібереміз. 3, 1, 60-ты 3-ке бөлсек 20. Демек, қанттың мына соңғы ерітіндідегі концентрациясы 20% екен. Сонымен бүгінгі сабағымызда мінекей осы есептерді қарастырдық, құрметті оқушылар. Осы оқулығымызда өте жақсы күрделі есептер келтірілген. В деңгейдегі, С деңгейдегі. Енді ол есептердің бәрін шығару мүмкін болмай жатыр. Осы сабақты көріп болғаннан кейін өздеріңіздің оқулығында түсінбеген В, С деңгейдегі қиындығы жоғары болған, өздерің үшін қиындық келтірген есептерді мына комментарийға жазып жіберіп отырыңыздар. Сол есептерге тағы да видео сабақ түсіретін боламын. Келесі сабақта кездескенше.